Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Олай болса, қазір математика сабағы. Сабақтың тақырыбы пропорционал бөлуге берілген есептер. Балалар, бүгінгі сабақта сендер екі қосынды бойынша белгісізді табу түріндегі пропорционал бөлуге берілген есептерге талдау жасап, оларды шығаруды үйренесіңдер. Нөмірі бірінші есепке назар аударайық. Фермер егістіктен 48 центнер, ал көршісі одан 3 есе кем картоп жинады. Олардың әрқайсысы картопты қаптарға 80 килограммнан теңдей бөліп салды. Екеуі бірге қанша қап картоп жинады? Есептің шартын құрып алдық. Есепті шешу үшін ең алдымен көршісінің жинаған картопын табамыз. Ол үшін фермердің жинаған 48 центнер картопын 3-ке бөлеміз. Сол кезде көршісінің 16 центнер картоп жинаған анықтадық. Енді екеуінің жинаған картоптарын қосып килограммға айналдырамыз. Осы кезде 6400 килограмм болады. Қаптың санын білу үшін 80 килограммға бөлеміз. Есептің шешімі 80 қап болады. Нөмірі екінші есепке назар аударайық. Жемістерді салу үшін саяжай иесі алма салатын 6 жәшік, алмұрт салатын дәл сондай 4 жәшік сатып алды. Барлығына 5000 теңге төледі. Кестені қара, бір жәшіктің бағасын тап. Бұл жерде саяжай иесінің алма және алмұрт салу үшін сатып алған жәшіктерінің бағасы бірдей. Сондықтан алма салуға алған 6 жәшікке алмұрт салу үшін сатып алған 4 жәшікті қосамыз. Барлығы 10 жәшік болды. Жәшіктер үшін төлеген бағаны жалпы жәшік санына бөлеміз. Яғни 5000-ді 10-ға бөлеміз. Осы кезде бір жәшік құны 500 теңге екенін есептеп білдік. Үшінші есепке назар аударайық. Кестеге қара. Бұл есепте 2 сұрақ берілген. Соларды ата. 6 жәшік қанша тұратынын қалай білуге болады? Есепті шығару жоспарына қара. Балалар, байқадыңдар ма? Есептің шарты алдыңғы есепке ұқсас. Бірақ сұрақ өзгерді. Бұл есепті шешерде ең алдымен бір жәшіктің құнын тауып алуымыз қажет. Дәл алдыңғы есептегідей жалпы жәшіктер санын тауып, жәшіктер үшін төлеген бағаға бөлеміз. Сонда бір жәшік 500 теңге екенін білдік. Енді біз 6 жәшік пен 4 жәшіктің қанша тұратынын білу үшін жеке-жеке 500 теңгеге көбейтеміз. Сонда 6 жәшік 3000 теңге, 4 жәшік 2000 теңге тұратынын анықтадық. Есте сақтайық. 2 қосынды бойынша белгісізді табуға берілген есептер өзара байланысты 3 шамадан тұрады. Мұндай есептердің шарттарында бір шаманың 2 мәнінің қосындысы берілген. Ізделініп отырған шаманы табу үшін алдымен басқа 2 белгілі шаманың қосындысын табу керек. Балалар, 4-ші есепке көңіл бөлейік. 2 бригада бірде 150 қап пияз жинады. Олардың біреуі 4500 килограмм, ал екіншісі 3000 килограмм жинады. Әр бригада қанша қап пияз жинады? Бұл есепті шешу үшін 2 бригаданың жинаған пияздарының салмағын қосамыз. Оны жиналған жалпы қап санына бөлеміз. Яғни 7500 килограммды 150 қапқа бөлеміз. Осы кезде әрбір қапта 50 килограмм пияз бар екенін есептедік. Ендігі кезекте әрбір бригада жинаған қапты білу үшін әр бригада жинаған пияз салмағын 50 килограммға бөлеміз. Осы кезде бірінші бригада 90 қап, екінші бригада 60 қап жинаған анықтадық. Балалар, 5-ші есепке назар аударайық. Қатынау саны 1/2 жүк машинесі 99 тонна жүк тасымалдады. Бір рет қатынағанда біреуі 4 тонна,
ал екіншісі 5 тонна жүк тасымалдады. Жүк мәшинелердің әрқайсысы қанша тонна жүк тасымалдаған? Мұнда екі жүк мәшинесінің бір рет қатынағандағы жүк салмағын қосамыз. Екеуі 9 тонна болады. Ендігі кезекте жалпы тасымалданған жүк салмағын 9 тоннаға бөлу арқылы әрбір мәшиненің 11 рет қатынағанын білдік. Осыдан кейін әрбір мәшиненің бір қатынағандағы салмағы 11-ге көбейтеміз. Сол кезде бірінші мәшине 44 тонна, ал екінші мәшине 55 тонна екенін есептеп білдік. Балалар, ойымызды жинақтайық, логикалық есептерді шығарып көрейік. Ал енді балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар балалар, ендеше сендер сабақты меңгерді деп ойлаймын. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар балалар.